Болат Абдрахмановтың кәсіпорны мал шаруашылығымен және өсімдік шаруашылығымен жем-шөп өндірумен айналысады. Ол бірнеше рет қарапайым заттар экономикасын және агробизнес несиелеу бағдарламалар бойынша аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының қарыз алушысы болды. Мұндай тандемде ауыл шаруашылық бизнесінің тасы өрге домалайтыны анық. 2015 жылы кішігірім малдан бастағанбыз. Содан 2018 жылы кредит алдық агрокредитный корпорациядан. Солай мал сатып алдық шетелден, мал кіргіздік. Агробизнес программасы бойынша кредит алып, 68 миллиард, 36 сементал породасын кіргіздім Чехиядан. Қазіргі уақытта менде 500-ден астам мал бар. Молодняк, 300-ден артық сауын сиырлар бар. Биылғы жылы экономика простых вещей программасымен 2 трактор, 1 селка алдым. Қазір шаруашылықта 640 гектар жер бар, бірақ бұл мал үшін өте аз дейді Болат Дәулетбекұлы. Азықты көбіне сатып аламыз. Есесіне кәсіпорын жем-шөп жинайтын және жаңа техникамен 200% қамтамасыз етілген. Аумақта 2 ферма, 1 сауын залы, аналық малды төлететін орын, салмақ өлшеу бөлмесі, сүрлем шұңқырлары, сүрлем пішендеме орлары бар. Жалпы мал өсіру, сүт өндірісімен айналысу үшін барлық жағдай жасалған. Сүт сатамыз, сосын плен продажа істейміз. Племенный тайша, бұқа сатамыз. Күніне 5 тоннадан артық сүт тапсырамыз. Молочный союз деген істеп жатырмыз. Бағасы бар өте жақсы. Биылғы жыл техникамыздың бәрін жаңарттық. Ендігі жыл енді жерді кішкене көбейтсек деген ойымыз бар, арманымыз. Сондай-ақ Абдрахманов фермасы Германияның Бушков құрама жем зауытын салуда, мал басын көбейтуді, сүт өндірісін кеңейтуді жоспарлап отыр. Өйткені сүт Көкшетаудағы Milk Project сауда компаниясы және Петропавл қаласындағы сүт одағы сияқты серіктестер арасында үлкен сұранысқа ие. Қарапайым халық та шаруа қожалығының сүт өнімдерінің сапасына өзінің оң бағасын беріп үлгерген.